Мадридтік Реал клубы Килиан Мбаппе үшін 1 миллиард еуро қаржыны аямай жұмсауға дайын. Барселонаның Бускетстен кейінгі жаңа капитаны кім болмақ? Месси ПСЖ-да қалатын болды. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Алдыңғы видеодағы айтқан өтінішімізден кейін бізге жаңадан 83 жазушы тіркелген екен. Баршаңызға қолдауларыңыз үшін алғыс білдіреміз. Әдет бойынша келесі жаңа видео шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Өзіміздің жазушыларымызға қатысты емес, жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға жазылып, қоңырау түймешесін басып қойсаңыздар керемет болар еді. Оның үстіне 40 000 жазушыға жетуге өте аз қалды. Сондықтан қолдауларыңыз маңызды. Ендеше біз бастаймыз. Немістік жаттықтырушы Томас Тухель жуық арада испаниялық командалардың бірін тізгіндеуі мүмкін. Тілші Кристиан Фальктың мәліметіне сәйкес немістік маман ағылшын елінен кеткен және белсенді түрде испан тілін зерделеуге кіріскен деген ақпарат бар. Айтып өтсек, Тухель өткен қыркүйек айында Челсидің тізгінінен босатылған болатын және содан бері әлі ешқандай командаға тағайындалмаған. Манчестер Юнайтед командасы Атлетиконың шабуылшысы Антуан Гризманның трансферін жүзеге асыруға қамдануда. Фичидес баспасының мәліметіне сәйкес ағылшындық ұжым ойыншының трансфері үшін 60 миллион еуроны ұсынуға дайын. Бұл трансфер алдағы қаңтар айында орын алып қалуы әбден ықтимал. Өткен Катардағы әлем чемпионатында Гризман керемет ойындармен көзге түсіп, 7 ойында 3 нәтижелі пасты еншілеген болатын. Және осының арқасында ол Манкуниандық ұжым скауттарының назарына іліккен екен. Аргентиналық шабуылшы Лионель Месси ПСЖ-да қалып, клубпен келісім шартын ұзартатын болады. Осы жайында тілші Фабрицио Романо хабарлауда. Ақпараттар бойынша футболшының жеке өзі француздық клубтың сапында қалатынына келісім берген. Біраз уақыт өткеннен кейін тараптар жаңа кездесу өткізбекші. Ол арқылы келісімнің қашанға дейін екендігі және жалақысының көлемі талқыланбақ. Месси басқа клубтармен, яғни Интер Майами және Барселонамен әзірге жаңадан ешқандай да келіссөздер жүргізбеген. Мессидің Париждік ұжыммен қазіргі келісім шарты 2023 жылдың жазына дейін жарамды. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? 2023 жылдың жаз айында егер Серхио Бускетс Барселона сапынан кететін болса, онда команданың су жаңа капитаны қорғаушы Жорди Альба атанатын болады. Осы жөнде Релево баспасы мәлімдеуде. Бір қызығы өткен жазда ғана каталондықтар Альбамен қош айтысуға дайын болған еді. Ал енді олар ойыншыны 2023 жылдың жаз айына дейін өздерінде сақтап қалуға дайын. Жорди Альба Барса сапында 2012 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Ал Бускетс болса мансабын әрі қарай ақш елінде жалғастырмақшы. Челсидің итальяндық жартылай қорғаушысы Жоржиньо келесі жазда команда сапынан кетуі мүмкін, деп мәлімдеуде The Athletic баспасы. Деректерге сәйкес ағылшындық клуб футболшымен әлі де келісім шарттың ұзартылуы бойынша келісімге келе алатын емес. Жарты жылдан соң келісімі мәресіне жететін Жоржиньо осындай үлгіде басқа кез келген командаға су тегінге ауысуы ықтимал. Ағылшын құрамасының бұрынғы шабуылшысы Уэйн Руни, аргентиналық шабуылшы Лионель Месси, сондай-ақ португалдық шабуылшы Криштиану Роналдуға қатысты пікірмен бөлісіп өтті. Мен Роналдуға және оны үздік деп санайтындарға құрметпен қараймын. Ал Мессиге келетін болсам, ол басқаша бөлек. Мен оған қарсы бірнеше рет ойнап көрдім және әр қайсысында ол голдарда соғып, әріптестеріне нәтижелі пастар жасайтын. Оған қарай жақындау мүмкін емес еді. Ол әр қашанда сені бақылауда ұстайды. Оған қарсы ойнау өте қиын, деп жеткізген екен Уэйн Руни The Timesқа берген сұхбатында. Аяқталған Катардағы өткен әлем чемпионаты турнирінің ең үздік соғылған голы анықталды. FIFA-ның нұсқасы бойынша ең үздік әдемі деп бразилиялық шабуылшы Ришарлисонның голы таңдалған екен. Топтық кезеңнің бірінші турлы ойын аясындағы Сербиямен болған кездесуде Ришарлисон
қайшылап тұрып теуіп, әдемі голдың авторы атанған болатын. Арсеналдың бразилиялық футболшысы Габриэль Мартинелли Лондонда команданың сапында қалу шешімін қабылдаған. Инсайдер Николас Кераның ақпаратына сүйенсек, жас талантты ойыншы канонерлік ұжыммен жаңа келісім шартқа отыруға келіскен. Жаңа келісім 2027 жылдың жазына дейін негізделеді деп күтілуде. 21 жастағы бразилиялық футболшыға бір шама командалар қызығып аңдып отыр. Осы маусымда 20 ойынға қатысқан Мартинелли 5 гол және 2 нәтижелі пасты еншілеген. Манчестер Юнайтедтің испаниялық қақпашысы Давид де Геа клубпен жаңа келісім шартқа отыруға дайын, дегенмен оның маңызды шарты бар. The Athletic баспасының ақпаратына сәйкес, голкипер жалақысын төмендетуге келісуге дайын, дегенмен ол команданың негізгі қақпашысы рөлінде сақталып қала бергісі келеді. Қазіргі келісімі келесі жазда аяқталады. Айта кетерлігі, испаниялық қақпашының қазіргі жалақысы жылына 22 миллион еуроны құрайды. Және ол премьер-лигадағы жалақысы ең жоғары голкиперлердің қатарында. Ағымдағы маусымда 20 кездесуге қатысқан 32 жасар де Геа 23 голды жіберіп алған. Барселонаның польшалық шабуылшысы Роберт Левандовски Golden Foot-тың атынан беделді жүлдеге ие болды. Бұл халықаралық жүлде жыл сайын 28 жастан асатын жоғары спорттық жетістіктерге жеткен ойыншыларға беріліп келеді. Осыған дейін бұл жүлде Роналду, Салах, Модрич, Иньеста, Ибрагимович, Рональдиньо және Роналдо деген секілді басқа да атақты ойыншыларға табысталған. Осы маусымда барлық турнирлерде 28 кездесуге қатысқан Левандовски 21 гол және 7 нәтижелі пасты еншілеген. Барселонаның бас бапкері Хави Эрнандес осы қысқа трансферлік терезеде құрамды күшейтуді қажет етпейтінін айтып жеткізді. Мен өзімдегі бар құрамға көңілім толады. Біз қасқырлар секілді жаттығамыз және сіздер бұны алаңнан көрудесіздер. Біз өткен маусыммен салыстырғанда ілгерілікке қол жеткіздік. Әрине, чемпиондар лигасынан ұшып кеткеніміз өкінішті. Дегенмен біздің жүлделерге таласуға деген іргетасымыз бар. Мен спорттық директорымыздан трансферлік терезеге қатты күш салмай-ақ қоюларын сұрадым. Себебі мен өзіміздің командамыздың құрамына қанағаттанамын, деп жеткізген екен Хави футбол Испанияға берген интервьюінде. Мадридтік Реал клубы Килиан Мбаппені әлі де өздерінің көздеген басты мақсаттарының бірі деп санайды. La Gazzetta dello Sport баспасының ақпараты бойынша патшалық ұжымның президенті Флорентино Пересті футболшы үшін қыруар қаржы кететіні еш алаңдатпайды. Мәліметтерге сәйкес бір ғана Мбаппе үшін шамамен 1 миллиард еуро жұмсауға тура келетін болады. Бұл ғаламат қаражатқа футболшының жалақысы, бонустар және басқа да қосымша төлемдер енеді. Ағымдағы маусымда Франция чемпионатында 14 ойынға қатысқан Мбаппе 12 голды соғып және 2 голдық пас жасап көзге түскен. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.